Қараталдың ұясы бар, жат жұрттыққа жаратылған қыздың қандай кінәсі бар. Әй керім боран белім, бағыңды ашсын барған жерім. Әй Şaşırdım zaten şaşırdım. İyi kalsın. Şaşırmak oturgan emiş. Başkuda mı oturun? Oturun. Elhamdülillah, 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 ziyata'amena ve sakana ve ja'alena minel muslimin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya Allah. Al çaylarınızda. Yok, düştürmesindir. Sağlık, anahtarda sağlık. Göz aldığını silişmiş. Kaç börek var? Orta ölçmüşsünüz ben. Canımsın, jat jurttuk болып барасың. Енді ағам өзім толқыптым. Анау ағам екеуміздің кішкентай сыйлығымыз енді. Қалған жасайтын сыйлықтар болып папам мен мамаңа, мына енді өзіме жеке алтындай жаққарып жүру жаным. Айтады ғой, сұлу әйел дейді, көздің иесі дейді. Ақылды әйел жүректің иесі дейді. Өмірде жан жолдасының жүрегінің де көңілінің иесі болып жүреді. Мынаны жоғалтпайсың, машинаның мынаны жоғалтпайсың. Сосын мынаны құтасын ішіне қоямын. Осы екеуіне алмастырасың, егер алдағың болса. Қыздар сендерге жұғысты болсын. Ұзатылмаған қыздар тез ұзатылып, теңдеріңді табыңдар. Алла тағала барлық осы қыздардың бағын ашсын, сенің де бағындасың барған жерде. Екеуміздің өз туылған күніміз бір күн. Менің жолымды берсін деп, менен де жақсы бола қойын.
сыйлығы құтты болсын. Құрмет Құдай қосқан, Құдай дескен құда-құдағилар, шаңырамызға қош келдіңіздер. Мынау Құданы Құдай қосап, достық пайғамбар қосап деп, Құдайдың құдіретінше, дәм қайып, неке қайып, Тұлбек Мейрамұлы мен Чуақ Қайратқызы уағдаласып, Алланың антын беріп, бір-біріне сертін беріп, мынау мәңгілік отбасын құруға септескен екен, сол ниетімізге жетіп жатырмыз. Оған да шүкір, тілегімізге жетіп, мұратымызға жеткен деген осы. Бұл ел жетіп, қыз бой жетіп, осы екі әулеттің арасы жақындап жатырмыз. Мынау бұрынғы Шинжандағы толықша айтсақ, Шинжанның ең батысы Жеменей, ең шығысы бар көпі. Міне сонымен осында бір керемет мұғжизатын деп отырмыз. Кеше тойымыз өтті. Бүгін енді міне құдағиларымыз, құдаларымыз кеп қызымызды ақ батамен аттандыруға жиналып отырмыз. Бірден таныстыра кетейін. Мына отырған жандарыңызда отырған Қызырхан Бабағұмарұлы деген кісі. Менің туған бажам Қызырхан. Ол кісінің үйіндегі Қилымхан деген кісі міне қайын бикеміз, сол кісінің жолдасы. Осы Ұзынағашта тұрады. Өмірбек Құрмашұлы деген ағамыздан ең жоғарыда отырған. Өскеменнен келді арнайы. Біздің өз жеңіспілекке ұлылас. Енді ол кісінің үйіндегі апайымыз Нұршай Қыбылайхан қызы. Менің әкемнің туған қарындасы. Құлмұхаммедтің туған қарындасының қызы. Туған жиен апай, мен ұлдан туған, бұл кісі қыздан туған. Бұл кісілер арнайы Өскеменнен келді. Төрдегі отырған Төлеухан Қыбылайхан деген біздің туған жиен, Нұршай апекеміздің бауыры, Өмірбектің балдызы. Бұл кісілер сол Катоннан келді. Жиендер, туыстар көп ол жақта. Бірақ сол өкілі ретінде алдында Оралхан деген жиеніміз келіп кеткен, осы Төлеухан жиеніміз келіп, арнайы Катон Қарағайдан келіп отыр. Сыбар костюм киіп отырған Ертай Нұрмұхамедұлы деген азамат, Тарбағатайдың Тол ауданының тумасы, менің құрдасым, досым, бір жылдың төліміз. Осы келгелі бір екі елдің арасында бірге Қазақстанда да бірге айналып жүрген біздің жақын досымыз Ертай Нұрмұхамедұлы. Ол кісінің келіншегімде шай құйып жүрген Хамида Қанағат қызы. Бұл Сауанның тумасы. Осында балаларын оқытып, жұмыстарын істеп сөйтіп бір бақытты өмір кешіріп жатқан. Әне Ертай айтып жатырмын ғой. Сен маған жүгірсең де жүгіресің, жүгірмесең де жүгіресің, қарызға жүгіресің деп. Неге дейді? Сен мен 4 балама жүгіресің, мен сенің 6 балаға жүгірем деп жатырмын. Қарызға жүресің деп. Рахмет жоқ дедім. Келмесең қанжыға да көрсеттің. Арман Мұқайқыз деген менің немере әпекем. Ой, қызаға тыңдаңыз. Арман Мұқайқыз деген менің немере әпекем, екеуміздің әкеміз бірге туысады. Бұл кісілер Үрімжіде. Ана бұрын үйсін ресторан деген Үрімжідегі ресторан болды ғой. Соны жүргізіп Нұржан деген жездем бәрі осында. Ана бір жиеніміз осында Италиядан оқып келіп осында оқып еді. Соған бас аяғын жөндеп бір-екі орнатып көрейік деп өздері кете алмай жатыр. Әсіл жүнголық адамдар бұл кісілер. Әкеміз, бұл кісінің әкесі Мұқай, менің әкем Құлмұхаммед, бәріміз сол Оқбай Сүттібайдан осы ең жақын туысым осы кісі. Сосын міне Мақсат Нығметұлы деген ағам отыр. Жаңа бәріміз Сүттібайдан тараймыз. Арман, Мақсат, Қайрат бәріміз Сүттібайдан тарайтын менің немере ағам. Кетелес ағам, 1-2 жасқа парк бар. Астанадан келді осы тойға арнайы. Бір-ақ адам, Мақсат ағам келді. Сосын мында Нұрғами деген ханым отыр, Үрімжінің тумасы. Асқар Қаскен деген менің әрі туысым, әрі құрдасым, әрі досым. Ертең Құданың ауылына барады, бұл сіздердің ауылға мына келіншектер бар деп белгілеп қойдық. Жастабанның қызы. Асқар бал жұмыста телефон деп өзі. Жастабанның қызы Құдашайы. Мұнда Қайса деген имам бауырымыз. Меркіттен шыққан нөмір 1-ші имам. Біз өз имам көп емес екен өзі. Сосын бүгін осы... Солай болуға тиісті ғой. Бүгін қарындасының некесін оқитын имамының осы Қайса. Мұнда Ерзен Шәріпханұлы деген азаматымыз отыр. Бұрын әкесі білесіздер, жаңа Санжыда басшы болды, Үрімжіде басшы болды.
қазір сол жақта әке-шешесі қатты өмір, бақытты өмір өткізіп жатыр. Бұл Ержан Жеңісқұл құдағиларыңызға туыс. Екеуі 4 ата. Екеуінің әкесінің аты Шәріпқан. Ителің ішінде күйіктің ішінде сол 4 ата қиып өзі біздің досымыз. Осы майлық сулық болып күндіз түні нұртай ішіп жүргеніміз бізден гөрі осы Ержан. Сол Ержанның келіншегі Сақан Смағұл қызы. Айманұлысының қызы. Осы барлық жұмыстарды атқарып жүрген осы Ержан ұстап тұрғанда. бәріміз ұстап тұрған осы кісілер. Анда Ержанат деген құда балдарымыз отыр. Жақтан келешекте келе ме жоқ? Мың жылға дейін танысып алама. Бар ғой уақыт. Ержанат құда атақты. Бермен көріп қойсайсыз қамит. Отаудың жасауына апарады. Сол жақсы ішіп жеп отырыңыздар, еркін отырып. Бұл білмеймін, өздері айтады ғой. Өздері таныстырады ғой. Ал таныстыр сен. Ассалаумағалейкум. Мына кісі апайымыз болады, әкемнің үлкен әпкесі болады. Қаттен Құмарұлы болады, сол кісінің баласы Қамылының есімі. Мына кісі әкемнің әкемнің ең үлкен әпкесі осы Қазақстанда. Құданың әкесінің қарындасы, Мейрамның әкесінің қарындасы. Біз 8 ағайындымыз, бір әкеден, 4 ағам бар, 2 әпекем бар. Қыздың кенжесі мен, ұлдың кенжесі Қабден ұшы екеміз келді. Қабден құда самсыда, қызағыңда бәрі араласың. Енді мына кісі менің тағы бір сіңілім. Тұрарда тұрады. Тұрарда тұрады екесі. Бар бұл, біздің қарындасым сонда ғой Мәрия. Ал өзің атын айттық, мұна қазақтың атын айттық. Мен атым Сайрау. Сайрау. Болаттың шешесімін. Шесіноптағы. Болаттың шешесімен Бопшытың ба? Сізге өк бөлек келді ғой. Кім? Мына кісі. Өк бөлек келді. Мен тойынан неге шақырмайды, Болатты таниды, мені танымайды. Үйге келесін білем ғой. Мына кісі екеміз абысымыз. Екеміз ителіге келген. Сен жеңгең. Ана, Болат деп кішкене ады еркелеткен аты Бопыш дейміз емес пе? Соған ақ кепсектерде билеп жүрген айғайлай, Бопыш-Бопыштың қашан Адам ұялтады дейді. Қайрат жездем ұялтады кісілердің ішінде тұрсам, Бопыш деп айғайлайды. Жездем ғой енді айтады ғой. Өзі Сарқытқан, Қабден ұлы. Мұна жаңағы Мейрам құданың кіші әкесінің ұлы ғой. Мейрам құданың әкесінің кенжінісі ұлы. Мына біз кенже қарындасы. Отырған соң Қабден құда болады. Кімнің Көбектің былайша айтқанда атасы ғой. Кіші әкесі. Енді жолы Мейраммен тең болып тұр ғой. Көбектің апайы боламын енді сонда мен. Мен өзімде ес ағасымын. Көбектің әкесі бәрі сол. Мына кісі бәріміз сол. Немерелес бәріміз. Қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Аман болыңыздар. Жаңа Қайрат толық айтты. Қайдадан қоздырып айтудың қажеті жоқ шығар. Тек қана 2 бала бақытты болсын. Әмин. Бұл жаңа 1000 жылға дейін деп жаттым ғой, е? Сол 1000 жылға дейін достарыңызға тойға жалғасын. Әмин. Мен бір 3 күй шетер. Мені көңілді көтеріңдерші. Салсердегі күйше қарғам. Ол сүйінші деген кітабының ішінде жүр. Тарихы менен. Негізінен осы Қайрат бас кейіпкер болып алынды. Бұрынғы салсерлер, кейінгі парма сөзді салсерлер, соны шетейін. Қайраттың құрметі. Әй, жасаңыз. Одан алдайдан өкейдің күйін шетейін. Міне. Тарғадайдан міне отыр міне кімдер. Тарғадайдан мол ғомыр жетейін сол міне. Ха! Еркек. Мол ғомыр еді. Өздің бұрын көрген бөлі ғой. Иә. Дегенен көрі өздің бұрыңыз болса... Өздің бұрын еді. Алып берек бұнда? Алып берсек те болады.
Kızlar akşam var. Мұқойдың қосқосқа да үйі бар, Алтайда. Ол енді ғазымызға, білесіздер, сол үй жетпейді. Сіздерге тақы бәрісі. Ол да қарагәрейді. Иә.
күйшісінің Қайрақбай Селеков деген. Сол кісінің мол болуын сөйтіп. Бәрекелді. Қайрақбайды ма? Қайрақбайды мол болуын. Тартып атайын. Дауылпаз деген тартпаңыз. Орынбал. Ана кісі ителі. Сізге қайын ба, қайнаға ма? 58 жылдық. Жоғана, жолдасыңыз. Онда қайнағаңыз екен. Кім ителі? Нұркісің сағы. Ителі ғой. Қайсы? Ителі күйікпін мен. Ой, бұл. Мұнайсының туысы ғой. Күйіктер көбейді. Дуөттің апасы ителі. Сондай екен. Ана, тасқын күндері ұлаларшындар емес пе? Осы ақпақты болу керек, ешкімді апам. Сондай ғой дейін, осы немелерді көп екен осы. Мұна, бар көмі? Артына жазылды, артына. Бір ауылымыздың үйтісі оратын. Жолдашым біреуге, жая біреу телефон соқпанға. Құрт жұмсақ өтін. Құрт жеп төшкенен келді айтайын ба әлі? 54-тіге бірге Мал келді. Қойды да айтпыстайын ба? Қайсы ғой? Қайда ғой? Самайда айта салайын ба дұрыс. Шай ішіңіздер, шай ішіңіздер. Мына кісілерге қарайын ба айтыңыз, өз алдарыңызға шаппай, мына кісілерге әңгімелесіп дейді. Әңгімелес отырсың? Жоқ, өзіңіз әңгімелесіп. Мына ұмыт қалды. Әңгімелес? жаңа нөмір соңғы Сен қатын алып көрсің бе? Бір ауылың үйтісі басын бастап қалды. Атаң апа барас емессің? кімді жүрді? Жоқ, сол 54-ке жолдау керек жаңа нөмірді. Жоқ, ержендеген нөмірді. Ана Туғектің апасы мен атасы да менің екінші ағам болады. Ержендеген нөмірді. Бір ауылымыз Соған жолдайсың, 54-ке.
Bir жуыз шықса той томалақ болса, менің әке шешем, үлкен аға жеңгем, Қасым мен Кәшіпбек айттыңдар ма деп. Олар не деді? Соларға айттыңдар ма деп сөйтіп бір-біріне сөйтіп отырады. Bir ауылдың құсы сол екі кісі болады. Қасым атамыздың Қасым құмарыны ғой ол. Атағы керемет екен ғой қазақтың шығыс жағында. Үлкен ағартушы, мектеп, орта мектептің алғашқы басшысы болған, мектеп құрған. Керемет кісі екен ғой. Мені сол кісілер ота болып шыққанда сол кісілер елшіге берді. Содан екі әкелген ұзатқаннан кейін қайтадан әке шешеме берді. Сіздер маған берсеңіздер, менен сіздерге берді. Мен сол өзімнің тапқан әке шешемнен кейінгі әке шешем сол Қасым мен Кәшіпбек болады. Bir tüyünçöğü olsa... Kasım Aksakal kaç yaşında geldi? Neçe yaşında geldi? 78. 78. Bunu işini görmüyordu. Ne yapar? O kişi ne tüyüp? O kişi de Nurkan degen ağamız var, Toston'a geldi hazır. Nurkan, Muhammed Kan'ın erkesi o. Ben de olsun koy Muhammed Kan. Komşu fiyatında istedi o komşu. Odan keyin жаңағыда Қызылгүл Құдағидың әке шешесі. Кен қартайғы бір керемет кісілер екен. Әне күні телефонда сөйлестік сәлем берді. Үлкен ағамыздың аты Нұрмұқаннан кейін Қасым ғой. Қасымнан кейін Қапалақ деген үшінші ағамыз. Ана Нұрмұқан сонда құмардан туа ма? Сол үлкен ағамыз сол. Сол орталық Қасым, Қапалақ деген ағамыз екеуі де қайтыс болып кетті. Енді сол Нұрмұқан кіші ағамыз дәрден сол екеуі қалды. 90'a geldi дейсіз бе? 90'a geldi. Сіздерде қандай жоралғыларыңыз бар? Жасап алыңыздар, сонымен тамақ тартамыз. Жүк бұзар деймін, қандай нелер бар? Жасап осы шай еттіңіз, соны жасап салыңыздар, жастар бара жейші, иә? Сонымен тамақ тартамыз. Сада береміз бе? Сада береміз. Рәсмен өтіп болды, мәшінеге бүктеп қасасыз. Не дейді? Содан тамақ жердің арқасын Сада береміз бе? Құлада кіріп жүгімізді бұзып береді, сосын кеңіміз қуанып, айтып кеткенше бірнеше сәт. Ек қолмана. Тері қоясың. Ол жүк бұздың бітті. Оған бұлар қатамын. Еттің сасығына Несі бар ма? Шақтың жағдай қалай? Сол топ көрді. Төрт құландық беріп осында бір тәді. Мончақ, қара. Біз өй көрмей қалды ғой жоқ. Көрмей пакетсізден жүріп кетті. Маған да немересіне біреу керек сады. Әй, міне, біздің де қыздарға жұмыс болсын. Мағына шаршады. Неменеге? Çok bakız. Bitti kötü. Ya ana bu şarkı kim olur? Doğuz dep tanışıyorduk. Ne doğuz? Bizde sıramızda doğuzda. Ne de ki çok kokanlar dedi. Salay. Kızım gibi doğuz salam. Korkma parça. Edem. Osmanlı doğuzda. Nanın monçaqlarından çeşi var. Bizde geldi bak. Öyle mana iyi. Turkustu olsun abi. Sen yok, sen al. Al. Yesin. Ana, dağın varsansa. Aparte. Hadi dönme bir. Ne var da kadar. Kulağın dastaqları var.
Қайдырамыз. Қаяр. Енді не істейміз? Бөлісіп аламыз ба? Бөлісіп аламыз. Bir жағынан шыққан соң, бір жағынан шыққаннан кейін Нәкеттен аздан салғанын өзі мынаны Пакетке салсақ, пакет бүйте салыңыз. Алып келейін, ә? Елдің бәрі қоқыс кететіні Міне. Мына екі жақтан судан алды ма? Алдық тегемде бәрі. Ондайдан құр қалмаймыз. Міне жерде бір тұрмын. Міне, әдеді тұр міне. Мына қожым қазір қайтын жоқ. Жоқ, ана маржанда бір Оның жалғыз сақы, мен жеп отырмыз. Отыр. Жоқ, болады мұна. Сен әжеге шыққаншы. Жеңіс көл? Бата сұрағанда жеңіс көл болсын. Жабайдарыз. Жолын беріп қойған. İlahi Yok, o köz şeyini. Biz barın. O sizlerin yollarınız. Yol mu? Buna kısacağız. Çok Yalnızda siz Yok, biz barın. Ya kuda jasamız kuda. Amin. Kuda. Жолкын. Мөрлі құдайың досын, кетпес рыспелесін, кең пейілгесін. Екі баланың өмір жасы ұзақ, мәңгі бай бақытты өмір сүрсін. Алхамдулиллах, Раббил аламин. Уассалату вассаламу аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахметике я архамар рахим. Amin Allah. Бер, пышақ бер. Ой, бас. Bak oldu. Al kaysa, sen жаққа кес. Апайда. Бұзаққа тақты ержан бар, мақсатаған бар. Бұл жерге отыр. Мен біреуміз отыр, тағы біреу. Кім? Келші кім? Отыр. Ан жерге отыр. Ет кесіп бер. Бес кес. Ет кес. Қойшы. Мен келшіздегенге ең бала жасап Ya kuyular kayda, bu kuyular емес o. Ya. Hayrat kayda. Buna bana bak. Bak. Ben ana yerden bakıyorum. Bizde bastırgı geliyor. Біреулер жатады. Деген не дейді? Бала ет кескенде бірінші адам сізге құрметтеген үлкен жілік асты жамбасы ке? Мынау кім? Түргөкпеден көріп анау жақсы деп анау қой. Әкем мынаған салатындарды қайда әкел анау қой. Жалбықтан бер. Я. Орындық бар ма мына жақта? İşmeyi verse de болады, iş болып берсе de болады. Өзің. Жоқ. Сізге беремін. Апайым ғой мені. Мен емек тұрған жоқ, жол алып тұрамын. Жеп отырамын. Аламын. Жеңдер. Қазір шығарда тағы чапан өлер деген бар. Не чапан сіз кетеміз? Осымен боғаймын. Бір әуле ғой. Оны тағы осыған сап дейсіз. Çadır. Körpe de bak, körpe.
Анан былай чыгарганда қазір тұратын жер жоқ болып қалатын сияқты. Makaga çekmesin. Jeng jol жүрөсүz. Иттин ким сап берет? Бир экmek канал мı? Өзүңдө турсун. Vay be, katanın. Осы қоймаңдар, Ана мына сумкаларын саламыз ба, салмаймыз ба? Анда жауып салады болған. Соны өзің саланатыр саламайсың. Осы Қайрат екеуміз ағамдан таныстырды. Біздер Астанаға барсаңыздар, құда-құдалар іздеп барыңыздар. Осы енді аман шаппасыңыз. Көп рахмет. Ай жашаңыз айтқаныңыз. Сіз растықпай өтірікшіңіздер, мен әзір төрттікі болатын. Онда кешігім бар. Осыны бір әкетесіз бе жоқ? Осыны төртеу кетіп қалайын енді. Енді кішін бір әкетіп қаласыз, е? Онда жай Аман болыңдар. Аман болың, бар жоқ. Жеңгеме, балаларға немерелер көрсе деп айтты. Арманында хабарласып бірақ, телефонға қосып қойып. Екіңізі қаралыңызда бір жарты жас бар ма, парқы жоқ па? Мен 64-тікім ғой. Жақын менен бір жас кіші, мен 64. Жақын бір жас кіші ма жоқ? 65. 64 жақын 64, бірақ бірден шай ғана. Қана арман жеземіз? 62 мен мұнда үлкен. Мұнда сіз жарты жастай ғана деп отырған үлкен мақсаты. Есіз, мен алдында жұмыс болған солай біледі. Әпшеңіз екен, әпшеңіз. Көргеніміз жоқ. Қайрат айттым. Айттым бәрі. Барамыз астына. Мен түн ортасында бар, құрда құртап қояды. Камила деген Қайрат Мұхаммед болса, мен ертең Мұхаммедпін. Ол Алтай болса, мен Тарбағатаймын. Ол 66 болса, мен оның құрдасымын. Оның сұртта ода 4 бала болса, менде де 4 бала бар. Ода 2 қыз, менде де 2 қыз. Бұл әр жағына бір қиуадан çok қисын келтірген біздегі бір тоғысу. Оның сұрттары осы келгеннен бір қатай отбасымызбен араласамыз. Мен келгенімде 21 жыл болды, осы Қайратқа сондай болды, екеуміз 1 жыл келді. Жалпы енді сенің анаң алтын, менің анам алтын деп айтады ғой. Сол секілді сіздің балаларыңызды алтын, біздің балаларды алтын. Өйткені қолда өскен балалар. Сондықтан мынау енді әйел затында осы Алматы қаласында бір елдің астанасы ғой. Осында мен араласқан достар. Мына туыстың сөзін туысыз айтса, кішкене өтірік ұқсап тұрады. Мына туыстың сөзін жат айтса, нағыз шындық ұқсап тұрады. Енді осы Алматы қаласында араласқан мынау Мұхаммедтер бізге енді бауыр болып кеткен Қайраттар құрда, соның алдында бір бұлағалар бар десек, бізде біраз таныстар бар. Бала негізі отбасына қарап тәрбиеленеді. Оны сіздер жақсы білесіздер. Сонда айландырып көпсе мен Қайраттай дейін деп отырған жоқ. Осы Қайратты үйде мына Жеңіскөлдегі құдағиларымыз айтқанда әйел затының перизаты, мақтанышы, өте салқынғанды, өте бір сабаз адамның бірі. Мен енді осы үйден енді жиі отбасым, мен үйім жақын осы. Сондықтан енді Жеңіскөлдей қазақтың қызын тәрбиелеген қызы барған жерде мен өз басым сіздерге кепілдік етем, балаларыңыз жаман емес. Ойларыңыздан шығады. Kendimiz canımız görген емес. Енді ол енді әр адамның өз пиғылдыға байланысты ғой. Сондықтан енді біз баламыз жағынан айтып болдық қой. Өйткені сіздің балаларыңызды білмеймін. Сіздің келіндеріңізді білмеймін. Мен өзім мынау қолда өскен балдар, сондықтан мен жақсы білемін. Білетін баламды айтып отырмын. Сондықтан енді
2 жастың әнді көтерген шаңырағы биік болсын. Кеше тойда 500 адам ықылас батасын берді. Сол көптің батасы қабыл болсын. Баталы құл арымас, батасыз құл жарымас дейді. Сол көптің батасын алса, бұл балалар жаман болмайды. Оның сыртында Жеңіскүл мен Қайраттай отбасында тәрбиеленген. Бұлардың өзі баталы, анау геннен тараған. Әкесі Қайраттан деген секілді. Әкесі Қайраттың өзі халықтың батасына өскен, одан туған шуақта жаман болмайды. Сондықтан Бәленбайдың баласы барған жерде сондай болып десе, Бәленбайдың баласы барған жерде осындай көл, өнеге болып десе, ол бізге де, сіздерге де жақсы. Құрбы құрдас болған біздер мақтанып жүретін боламыз. Сіздер де сол ұлмен қызбен мақтанып жүресіздер. Аман болайық, осы қуанышымыз көп болсын, туыстығымыз мәңгілік болсын. Әзір тек 2 ауыл сіздермен Қайраттай ғана құдаласып өткенмен қайдан білесіз? Бұл жер сәр деген домалақ бір күні бізбен сіз құда болып отырамыз ба? Сізбен ол құда болып отырам ма? Өйткені бір ортада жасап отырмыз. Бір күні бізде төс соғысып отырамыз ба? Ол қажымыз. Мысалы мен енді бөскендік емес де біреу бөсет дейді. Мен енді жарнама жасағандық емес. Менде де 2 қыз бар дегіздеген. Жарнаманы көрдіңіз. Береке қолыма алған деп. Мен біреу ақсарыларды айландырып отырмын мағанда. Оң жағымда ақсары саралтын, сол жағымда пысқан мен бұл секілді ақсары. Құдалар шай алып, қайдан білесіз біз енді. Әзір аға бауырымыз ертең бізде төс соғысып отырамыз. Оны Алла бұйрық біледі. Сол жақсылыққа жеткізсін. Аман болыңыздар. Енді мына жаңа құдағи бір сөзді күн көтіп барды. Мынау қазір күн қысқа кішкене уақыт бізге бақыт болады. Сол мына кісілер құрмет етейік. Артықта кісілер әзір болады 2 минут. Болды. Болдық дейді, бәрін жөте біледі. Болды. Мен сөз баяқтым. Осылай екен. Қазір 4-те батып кетеді. Кеш батты үстімде. Мына Баркөл ауылдағы Баркөл қазаның мақтанышы болын айтып отырайын сіздер болды. Кешкені ертай мына қызым оқиды. Тәпей қайысқан деген міне, нөмір 1-ші жігіттеріңіз. Менің мынандай досым. Одан кейін сіздерді орта мектепте мұғалім болған Талғат Әзақын деген бар ғой? Ол қайтыс болып кетті. Менің ауылымда қайтыс. Менің әкелермен бірге. Менің ауылымда. Ол кісінің туып өскен екеуміз бір ауыл тұрмыз. Кейін Дашөбі бітіргеннен Баркөлге бөлініп кетіп, сол жақта Сөбет бауыр басып сонымен үйленіп болғаннан кейін әпкел үйді барған ол қайтадан өзі тарбаған. Қайреке? Міне осылай. Мен сіздер мықты 2 адамдарды жақсы білемін. Сөз аяқталды, рахмет. Бәрі де сөйлепсе, демедет құдада растығын Маған ұрымдақ боласыз. Қайрат! Бұл кісілер асықпай қояйық. Мен осы Қайрат, мен бір кісіде өзі құрдасы ретінде аударып төгіп мына кісідегі біраз әңгіме айттым. Айттың, Сол тілегім қабыл болсын. Әмин. Мен айтты де, сен айтты, жаңа бір тіл әңгіме айттым. Сол, сен айтсаң бол. Бәсеке күшті екен. Енді құда болам деп отырмыз. Ол енді... аламыз деп отырмыз ғой. Мен қатып айтқан жоқпын ертең. Әкеңнің дедім. Сен мен 4 балама құрша жорғалайсың, қарызға десем неге қарыз дейді. Сен 6 балаңа мен құрша жорғалайсың. Есебің түгелді. Бұда құдадарға, құдағиларға ескертіп отыр мұна. Анадан қолым, береген қолым адаған. Мен де құда болсам деп. Қайдан білесіз, бізде төс соғысып тұрамыз бұна. Ол қайдан білесіз? Иә. Алда соған жетті. Соны сен де берген болсын ғана. Басқа айтатын кішкене өзіміз жақтан бар ма? Бір-екі сөзді, бір-екі өзіңіз сөз айтыңыз. Сіз тұрғанда мен қалай сөйлеймін баса? Жаңа Ертай жолдасымыз бір жағынан ағамыз бәрімізді қорытындылап айтып кетті, ол кісіден артық айтар әңгімеміз жоқ еді. Жаңа айтып жатырмыз ғой, құдалығымыз мың-жылдық болсын. Төсқағысып кеше үлкен көпшіліктің алдында той жасап құда болдық. Мен мына Шуақтың нағашысы болам, Жеңіскүлдің 2-4 адамнан туысады Жеңіскүл. Желіміз текті жердің баласы кеше айтып жатыр. Үлгенде іште Қайрекеңді мақтамаймыз, мақтанамыз. Жақсы баланы әкетіп бара жатсыздар. Сіздерге аманат жиеніміз. Әмин. Өздеріңіздің баладарыңыздай көріп, мәпелеп өсіріп, үлкен ордалы неге айландырады деп ойлаймыз. Айтқаныңыз.
Кеше құда мен құдағидың анау жақсы тілегін естіп, сырттай таниды екенбіз өзі. Біліп жатырмыз. Мен өз негізі ана Моридың тумасымын. Мори Балкөр деген өзі Көрші өз ауылыма кетіп бара жатқанда жиенімді барып жатырмын. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Енді уақыттарыңызды алмайық, жаңа асығып отыр құда. Солай енді. Сайып келгенде құдалығымыз 1000 жылдық болсын, сыйластығымыз мәңгілік болсын. Басқа айтарымыз жоқ, балаларымыз бақытты болсын. О жағынан алаңдамаңыздар. Менің өзімде 4 жеңгем бар. 4 жеңгем бірінен бірі өтіп тұр. Одан туған балада да жаман болмайды. Ал енді алдымызда міне чуағымызды алып кеткен отырмыз. Оны енді өз баламыздан артық көрмесе былай кем көрмейміз. О жағынан алаңдамаңыз. Мовшимсіндегіз. Баяғыда сөйлесіп қойсын. Жоқ, мовшимес. Баяғыда сөйлесіп қойсын. Ал, дешті бермейді. Илahiyami құдалардан. Аяғын екеуді бермей-ақ қойсын. Екеуі берсін. Ол екеуі барады ғой. Жоқ берсін. Жоқ. Өздері шешіңдер, айтпаймыз. Нәс дұрыс айтты. Жас болса жол бер, енді екеуіңіз біреу. Өздері жос келсін, айтпаймыз. Өздеріңіз келсіңіздер, бола береді. Қызаға беріңіз, өпаға беріңіздер. Әмин. Адамды айдан аман қылсын, жылдан есеңізсін, төрт қара көздеріңізді аман сақтасын, төбедегінде төрт қолауларыңыз теңесін, оған жарылқаулары қолдап қуаттасын. Құдандары болу деген нәрсе өзі айтып оңай болған күрделі бастап сөз. Осы 1000 жылдық деген сөзді бекер айтпайтын шығар, 1000 жылдық болсын. Бақытты болсын. Жаңа айтылған мазмұн ішіндегі екі баланың бақытты болу періштер әмин десін. Керемет бір ортада елдеуден аты кетпейтін керемет семейдер болсын. Ана доғытпенен шоққа дәл осы қазақтың бір аталы сөзі киесі таршын. Әмин. Онда қазір отыра тұрасыздар. Қазір тәтеміз апамызбен көп дәмдес болды. Мұстафа Өзтүріктің? Иә. Шешесі. Содан күйеуі Кәмен деген кісі ғой, сарбас. Ана қошын келген екен, жұпын лау көрінеді. Деп айбат үй көтеріп берді дейді Оспанға дейді. Содан кейін мені мал айдатып жіберді дейді. Бардым дейді. Оспанға тіркіне ғой? Төркіндеп келдім деп айтты. Иә. Міне малымды айдап жасауымды беріп төркіндеп келдім. Қондым дейді. Мал сөйлеп. Үйі кішкене қарап қыздау бұрынғыдай емес екен. Содан кейін ертең аттыратын болдым дейді. Үлкен қызы Әзипаға айтты, Әзипа дейді, Әзипа ғой. Ал қызым, мына қыз төркіндеп келген екен, әгін әкелші деп айтты. Немене? Әгін әкелші деп айтты. Ой. Алтын былғарыға бар мал өздір екен дейді. Бізде мал жоқ, көшіп жүрген адамды не жағдай бердіңіз? Ауған елміз. Мынау қызымыз іздеп кепсін, мынау саған сәлемдермен бош тұрсынмен бір мал өздір берді дейді. Әйтеу өзің жатсаң да жастығың ала жатасың ғой деп айтты дейді Оспан. Мылтық беріп отырған сәлем бермек. Ана кім? Өстір. Қарай берейін ғой? Бәйдікте бермемет келген. Sen bizim oralarda ne yazacaksınız? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum. Hürmetli бүгінгі осы ақ дастарханның куәгері болған, ұлағатты ұл тәрбиелеп, салауатты, инауатты қыз тәрбиелеген екі жақтың құдалығы 1000 жылдық болсын. Құдалықтарыңыз баянды болсын. Мына шаңырақ көтерген, бір-бірін жүп қып таныған, Құдай тағаланың бір-біріне мейірімін дарытқан Туғбек пенен Шуақ бақытты болыңдар деп тілейміз. Осы кісілердің ақ дастарханына келіп, ақ ниетімізді білдіріп, Құдайдың құлы, пайғамбарымыздың үмметі, қазақ халқымыздың бұрыннан жалғасып келе жатқан шариғатымызға жат емес, өте білікті де инауаттылығымызды білдіретін ақ некенің куәгері болып тұрмыз.
екеуіңнің ұстаған қолдарың мәңгілікке болсын. Әмин. Қидырып жатқан некелеріңді Құдай тағала қабыл етсін. Алдыңғы уақытта, алдыңғы кезде не тілеген тілектерің болса, соған жетуге Алла тағала қуат берсін дейміз. Енді көпке созбайық, некенің 4 шарты бар. Оны біліп жүрген шығарсыздар. Біріншісі мұсылман болу, екіншісі куәгер болу. Куәгерлікке Бауыржан, Жанат, Зерде, Айдана деген 4 кісі. Осы кісілері куәгер болады. Содан үшіншісі Шуақ, сізге керек тәуелді. Осы өзіңіздің сүйікті жарыңызға қандай сый аласыз, соны ойланып әзір сұрайсыз, жасыма. Ең соңғы сұрақ осы Шуақ пенен Тобек екеуінің араңдағы сұрақ жоқ, жасыма. Ал біріншісі мұсылман болу. Ал жігіт, бастаңыз күйеу бала. Мен де меркітпін. Қайрекеңнің несі болып қойымыз. Осы Қазақстанға келіп табысып жатыр. Сондықтан ал бастауын. Мұсылман екендігіңді немен дәлелдейсің? Не дейсің? Не айтасың бізге? لا إله إلا الله محمد رسول الله Мұхаммед Расулалла екендігіңді дәлелдеп жатсың. Неге олай айттың? Бірақ ла иляха илlalloh Мұхаммед Расулалла деген сенің паспортың. Мұсылман екенін дәлелдейді басым. Қазақ екендігіңді кіммен дәлелдейсің? Загранпаспортта. Тура сол сияқты мұсылман екендігіңді дәлелдейтін сөз. Ла иляха илlalloh Мұхаммед Расулалла. Неге айтқыздым деген сұрақ. Мұсылман адам, барлығымыз мұсылманбыз. Мұсылман адам басқа дін өкіліне тұрмысқа шығуға болмайды. Тұрмысқа шыққан күннен бастап ол кім болады? Кәпір болады. Сол үшін ла иляха илlalloh Мұхаммед Расулалла деген сөз айтуымыз себеп болсын. Жақсы ма? Сондықтан көп нәрсені құлағымызға алтын сырға іліп алайық. Өмір деген нәрсе әртүрлі, ертең алдымызға келіп жататын болсақ, сол өкініштің, сол жаманаттан Құдай өзі сақтаған болсын. Қатты мән беретін нәрселердің бірі. Ал Шуақ қарындасым сөйлеп. Мұсылман екендігіңізді дәлелдей салыңыз болды. Ла иляха илlalloh Мұхаммед Расулалла. Болды, жеткілікті. Ла иляха илlalloh Мұхаммед Расулалла. Рахмет. Бірінші шарт кетті, екіншісі. Жанат. Жоқ. Сіз куәгерсіз, білесіз бе? Иә, куәгерім. Ал куәгер болсаң, неге куәгер боласың? Кімге куәгер боласың? Шуақ пен Тобектің некелескен күндеріне куәгер. Енді, Зере. Зерде. Кім ол Зерде? Ал, сөйлеңіз. Айдана, сіз де дайындалып отырыңыз. Не болсыздар сіздер? Тобек жесіне Шуақтың некесіне куәгер болу. Некесіне куәгер болсын. Бәрекелді құтты болсын. Баянды болсын. Екі кетті. Айдана. Болды, Айдана да соны айтады ғой. Ал үшіншісі Шуақ. Мына кісілерге қарамаңыз. Бұл кісілер көп сұрайды деп қатты қиналып отыр. Бұл жаққа қарамайсыз. Тобек оң құлағыңды әдемілеп былай жақындатып сол құлағыңды жарайды ма? Отырасыз да тыңдайсыз. Шуақ, бастауға не сұрайсың мәһірге? Мәһір дегеніміз мына бір рет түсіндіріп өте шайын. Мына танымайтын бір жерге бар оңай емес қой. Ол болғаннан кейін айта береміз. Қыз болмаған. Қыз болған жіңішке деген өте қиын. Сондықтан барлығымыз қыз өсіріп отырмыз. Әйтеуір Алла тағала енді қадамдарын құтты баяндайсын деп тілейміз. Сол осы қыз балалардың танымайтын жерге барғанда атасы мен апасына бірден алам дей берсе, о да жаманат. Соны жаманатқа қалмау үшін шариғатымыз сол өзінің сүйікті жарына міндет етіп қойған кішкентай материалдық көмек. Сол үшін Шуақ
аямай сұрап қалып, бір мүмкіндік келмейді. Сондықтан мәшине мініп жүрген болсаң, балың сұрап, мәшине алғың келіп жүрсе, мәшиненің маркасын айтып жібер. Шобының қымбатырағын сұра. Өзіңе тәуелді материалдар сұрай бересің. Қарызғабатта ма? Көтереді, қарасаңыз. Айта берейін ба? Айта беріңіз, аяма. Алтын набормен. Ал, не дейді? Жоқ, сіздердің сұрағыңыз. Жоқ, осы айтып Тобек, не дейді, естідің ба? Естідім, алтын набормен. Бола ма? Болады. Ертеңнен бастап Алатауға барасыз. Болады ғой? Қымбат емес па? Қымбат емес па? Менің қарындасым, мен қарындас жақта тұрамын. Болады, көтересің ба? Көтереді. Жігітсің ғой? Не жігіт? Молодец. Ай, молодец, баянды болсын. Бұл алым берім демес қой әңгіменің барлығы. Арада махаббат бар. Арада сүйіспеншілік. Арада бір-біріңе деген мейірімділік. Сондықтан енді шуақты ренжітпе. Алланың алдында ант беріп жатсың. Сондықтан осы антыңды көп кешіктірмей, бір жылдың ішінде орындап бол. Ал соған куәгер болатын Жанат, Зерді, Айдана не деп айтты? Алып берейін. Жоқ, не сұрады? Алтын набор. Соны мойнынан қарап жүресіңдер. Алып бермесеңе жезделеріңді ақырын не қыласыңдар? Сындырасыңдар. Құлағынан созып кішкене. Қардың астына алып кішкене қыстың күнінде. Жарай ма? Жаңбырлы күнде кішкене жаңбырға төсе ма? Костюм киіп бесе костюмын шешіп алып жаңбырдың астына. Сендер неге уәдені орындамайсың деп? Соны қарап. Соңғы. Каспий көрдіңдер болса. Тобек, сізден бастайын, сол жағында кім отыр? Болашақ, жарым. Жарым шуақ. Не дейді мұны? Енді үйленмекші болып жатқан жарым шуақ. Былай айтасың ғой, оң жағында отырған болашақ жарым шуақ. Дұрыс қой, мен жөнінен айтып отырмын, сіз сол жағында. Оң жағым деп қабылда. Оң жағымда отырған шуақ менің ақ некелі жарымды, түсіндіңіз ба? Ақ некелі жарымды бүгіннен бастап Алланың алдында сүйікті жар етіп қабылдадым. Оң жағында отырған ақ некелі жарым шуақты некелі жар ретінде қабылдадым. Ал шуақ сөйлейді. Сұрақ жауап сонымен болды. Оң жағында отырған ақ некелі жарымды қабылдадым. Рахмет. Бақыт болыңдар. Куәгерсіздер ғой. Алла бақыт етсін. Енді бақыт қайда барасың деген сұрақ бар, ә? Сол сұраққа не деп жауап бересің? Бақыт қайда барасың деген сұраққа не деп жауап бересің? Не дейді? Туыспен қарым-қатынас үзбеген, қыбыласын тауатын бақытты отбасына барамын дейді, дұрыс па? Сондықтан сол бақыттың кілті мына отырған анаңыздың несінде? Разылығында. Мына анаңыз бенен мына әкеңіздің. Жарайды ма? Сондықтан бақытты болу үшін осы істердің несі керек? Разылығы керек. Сол үшін Құдай тағала бірінші жолда ата-анаңмен жақсы қарым-қатынаста бол, ата-анаңды сыйла дейді. Сондықтан ата-аналарды сыйлайық. Өздеріңіздің ата-аналарыңызбен қосып, шуақ қайын атамен қайнатпаңыздар. Өз атаңызды қалай құрметтесеңіз, ол кісіні солай құрметтеу шариғаттың үкімі. Менің сөзім емес. Көп жерде өкініш орай ата-ананы құрметтемеудің арқасында бұл кісілер кішкене кейіп қалу арқылы, ренжіп қалу арқылы біздің отбасымыз не болып жатыр білесіздер ме? Баянсыздық болып жатыр. Түсінді ме? Сол үшін бұл кісілердің кішкентай Құранда айтады, үф деп айтпаңдар деп, естіп жүрсіздер ғой? Сол үф деген сөздің астында мағана көп. Сол мағананы бір бұл кісілер кішкентай көңілмен де ренжіп қалса, біз бақытты болуымыз екі талай екен. Сондықтан бақыттың кілті осы кісілердің несінде, разылығында, осы кісілердің
батасында. Сондықтан бақытты болыңдар, ақ баталарыңызбенен осы кісілер бақытты, баянды болсын, көтерген шаңырақтарың биік, отбасыларың берекелі, достарыңның алдында, туысқандарыңның алдында өте мықты, өте салауатты, салмақты отбасынан болуды Алла нәсіп етсін. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулилля Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال الله تعالى في كتابه الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Асаған құререші менің жаратушымыз өзінің разының үшін баршаларымыздың басымыз осы кең дастарханның жаюға себепкер болған бүгінгі ибадатта инабатты отбасынан шыққан Ошуақ қарындасының Дубек бауырымыздың көтеріп жатқан некелерін баян еткейсің. Көтеріп жатқан шаңырақтарын биік босағаларын берік еткейсің. Я Раббым, осы кісілерге көркем мінез құлықты нәсіп еткейсің. Я Раббым, араларымыздағы байланысымызды мұқым мұсылмандарға тән жақсы байланыстардан болуды нәсіп еткейсің. Раббым, елімізге, жерімізге тыныштығыңды, берекеңді, бірлігіңді бергейсің. Раббым, дастархан, жайылып жатқан дастарханымызды кеңдікте босағамызды беріктікте, ақ некелерімізді баян еткейсің. Елімізге, жерімізге тыныштығыңды, берекеңді, бірлігіңді бергейсің. Барша туысқандарымыздың арамызда қарым-қатынасымызды бұдан да тығыз, бұдан да мықты қарым-қатынастардың болуын нәсіп еткейсің. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Алхамдулиллах. Ана суды не істейді? Алыңыз. Жай болып пожалуйста, су жай болып пожалуйста. Болды, енді аласыздар, бісмилля деп ішесіздер. Екі отауыз шықпайды ғой, ә? Екі шықпайды, тыстамайды. Ішінде түсіп бар. Тау су шықпайды. Бірде бір тағады ғой. Шуақ саған жегілдік бол, бір аттап деді. Әй, жігіттің жігіт екенсіз. Al baqытты болсын. Ал қайреке, әмин деп батаңызды берсейші. Енді сіз батаңызды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Илайла Мұхаммед Расулалла. Уағы көтерген Тубегіміз бен шуағымыздың шаңырағы биік босағасы берік болсын. Отауларына кетпейтін көрік толсын. Қыдырған қыздар баба келіп қонсын. Сендерден ұрпақтар өсіп өніп, атана дегізіп серік болсын. Алла Тағала дұға тілегімізді қабыл етсін, иманымызды кәміл етсін. Барлық мадақтау Аллаға тән, Алланың қайғасын дәргейінде болып, періштелер қорғап жүрсін, көрер қызықтарын көп, бақыттарын баянды болсын. Раббана фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар бирахматика рахман. Ал енді. Қашпаңдар. Жігіттер болса, шақырам. болма жігіт сізде біреу ола кетіңіз. Жеңілдеуім керек. Ең жеңілдеу. Ең ішінде ауырым берген ұқсайды. Наурызға құдағай
Ayağını düşürme. Odamlar isterse. Sen çekin sen. Bilem koy. Şimdi bırak tutun mama sesli. Ne? Gülümüz, kırkımız ne? Gülümüz beraber oldu. Saktın kula. Saktın kula değil mi? Kudalarga birisi, kudalarga birisi çok uzun. Mene piyo balan. Bavurcan. Mene piyo balan. Kasmol. Şimdi kuzu kurum şapan. Kol. Kurum tabi. Kol kalmasın. Başta ton kalmasın. Başta olsun. Sekiz süberi. Kudalar. Sakın terasasın. Alo. Alo. Yok çaylarımı denedim kral. Çaylarımı bu bir kere çiftesi. Ama canım. Kayseri çekiyor. Yok şunu Ona geçsin. Çoban çıkan gittin mi? Şurada çıkan. Ya solcu koy buna. Solcu. Kaz ne bileyim şurada bu kaz var. Çatır. Ne bileyim ben. Çeşme oluyor. Cengin şey o. Ne çeşme? Anladılar sedeki çayı pidemi sokkalar tuttular. Onu bileydi ki ne bana. Çıkarttın gezip ötmeklerimiz ve çapatımız deyip zaten Ben tek Mına solcu deyip zaten. Kişkene şaka bekle bir oldu. Mine sen çeşe bir çeşen. Benim apayım. Çakabay. Nurcan degen ağam. Ha, Nurcan ağam. Üçüncü restoran. Üçüncü restoran değil. Ya, papam da aralasa. Aralasa mı? Atam ben aralasa. Zamanbek degen atamız var Altay'dan gelgen. Ya, biz yoldaşına güzel ama. Cümlet. Otur. Bakma, hepsi baktığında oluyor. Dengesinde oluyor. Biz endi çeşesi havalısı da yaptığın yerine Bosarlık dedi ama. İyi. Buna özümüz koyuyor. Buna özümüz onu böyle bakalım. Rahmet ona baktım. Pazar bırak alabilir miyim? Ay Cengiz koy. Üzgünüm. Yok, boşağı çapanları var. Büyük çapan boşağı. Büyük çapanları getirdim. İlk önce görmeye gidemedik. Büyük boşağı getirdim. Kaptın bayak giyimde. Hayır, bana biri sağda. Hayır, bu çakan diye almayı çıktım. Bu çakan kalat. Bu sizde kalat çakan kalat çıkmamaydı. Olana kayıncırtına gelip kayırımdı bu surat деген сөз. Kalat çapan olsun. Kalat be. Sen de akıl koyup az yok. Sen esnek koyuyorsun. Ben kartas sığınız koy. Anne buna kutap sıra salıp geldiğinde Cengiz'in ayıttı koy. Soğuk uyduğunuz standartta restoran.
Бақытты болып тумастың көз жасы қуанышқа ұлғасын. Орамалға айтайын бәрі. Міне. Ақын жүре берсін. Жеңгелер қайда? Что это? Что там немножко
Жасауын алып тұрып аузында кәдесін неметіп аласыздар. Міне, сәлдесін өздеріңіз алыңыздар. Siz alыңыз. Жоқ, siz алыңыз еді. Мынаның аузында. Жоқ, көп қой. Мынау ма? Өздеріңіз шешіп алыңыздар анам. Баланың немерелеріңізге алыңыздар. Мына жерде балалы шағалы болады. Баланың сыңыры. Болғаннан кейін шашады, болғаннан кейін. Мынау үстіндегі кәдесін алдымызда қояқ. Міне мынау. Баланың сыңғыр үзілмесін деп салып отырмыз. Мынау кестеді. Кестеді төргөрпе. Жастығы міне. Енді бар ғой, міне екі жастығы. Әлдек апарып жинай беріңіздер міне. Ет жоқ, ана ұрған жоқ. Міне. Балалардың сыңғыр үзілмесін деп салып отырмыз ырымдап. Міне көрпесі. Аламай алғанда Ырымдаңыз ба, келіндеріңіз бар. Мынау көрпесі. Екі жамбас көрпесі мінекей. Аны апара беріңіздер ме? Мен андағын жерге сұқыңыз. Өздеріңізге алып кәдесін. Сіздер өздеріңіз Қонақ көрпесі арасына түсіп жатыр. Ала беріңіздер, міне керек. Қайсыларыңыз алмадыңыздар? Ана көрпені беріңіз. Ана бір көрпесі бере салыңыз. Алмағанда жүрсеңіз. Ананы бере салыңыз деп жатыр. Көпеке, ананы алып тастаңыздар. Мына жақта да бір көрпені. Міне осы шешіп міне мынау Мына жақта алмағандарға. Мына кісілер Келей бірдің жоқ бақалған
Bir akide ben de. Ne sanayım bak? Şimdi verme. Ayağından sultan işte sana koymuş. Sultan işte saklı. Kaytadan sonra sultan'a sağ. Tamam kalk. Mine yek sırmak. Aç sırtını aç. Çok açsın. Bugün aşağıdı. Bugün aşağıdı. Açsın ya. Açsın. Bugün aşıladı. Diyelim keşindir aşkında. Bugün aşıladı. Büyük kalmasın. Ver maaşında. Büyük kalmasın. Ver maaşında. Aşıkıstan'da tüncük kalmıyor gerek. Parayı yiyelim, sürüp parayı. Duvak bağımcımız ol. Bırak, alın da. Alın da. Ol. Tünküp yiyin de sosalan. Bırak ekin. Sürmük dedim. Uğragan nasıl koyayım bana? Uğragan ne? Uğragan. Ziyadı koyasın bana. İyi, valla sandıkta cina koyalım. Bunların salatını çıkar. Tüsüklerin altına Mına özünün akı barga. Ölçü bargan Ye salqa. Özünün akı. Tuttu vererek yerim olsun. Bol soğanı şey yapar. Nemine çaynaktir. Lan kuşka mı yaptın? Manav mı ne çayniktir? Şöyle çaynak. Şu çaynik. Şöyle çaynak. Manav ne bilirsin? Almasanız. Cemiz salat oğun. Yalan sırtınca tutuyorsunuz ya. Bu da değil. Kırmızıya da koymasın. Kittle. Kesin saklan. Kaçtın kespesi bulmak istiyor. Kaysın abi saklan. Kurtutu gerek yok. Ne kadar oldu? Kana, kaç milyon? Doğandan bir ayakınızı çıkıyor. Aşağısından başın. Mına da. Cemiz Sen de bir var, o sıra yetiyor. Yendi bir var. Yedi bir
Келесі машинеде қалған. Ана жерде екі сүр. Ана жақта тұрған жаңағындай. Mine жаңергінің сыңары. Ане его күн тарап Анаға чаң сорғыш. Дайсын деген чаң сорғыш, көксіз. Иә. Қарап телевизор. Көтерме, ауырды көтерме. Ана, кедеміз ұры. Кедеміз ұры. Мына облыстағы қазақ Ескерері нағыр. Ана күтекендері. Gözleriniz kayıp. Bunlar siz tanıştırma. Төсегіне әзір қойыңдар. Жаңа не қойып қояды. Міне. Міне. Осындар бәрін түйіншектің бәрін түйіншендер. Пышақ жоқ бұл жаңа. Оның өзі. Дайындап отырған жоқ. Шешелейді ме? Шешелейді. Спикер атыңыздар. Медишин. Жоқ қазір мәй шешелейді. Міне шешілді. Варена салатына тәліңкедер одан әгі жашық дейді Міне мынада. Мынандай міне варена салатының тұстары мынау. Мынау алқыда. Балалар бақытты болып, сол игілігіне ұстасын, солын ұстасын, игілігіне ұстасын. Келіміз қойын, нанашында келіміз. Ана жаққа болсын. Жібінің бәрін шешіп берді. Ана лезет шешесісің де бол. Ай, онда агру жашық деген тұспар болатын қап-қап дейді. Қазына салғыш. Жоқ, әр жашық дейді. Саржаш жоқ ол жоқта. Жоқ, ана шешілді. Саржашты көзіне алғанға Е, соны неге жоқ, ығыз қалған жоқ, әнеде қалған жоқ ешнәрсе. Әне ұру.
Бұның астындағы тұрған немене? Жоқ, чайнектің астында тұрған жоқ. Нұрғани сандықтағы жаңа қола қайда? Мынау Telefon numarım 186. Atın Gülsay. Потом мына жақтың дауысын естіп алайық, кейін сөйлесесіздер. Екі табақ, екі өнді беріп. Өзінің табағы. Бұны емес пе жаңағы сары деп жүргені? Дастарқаны мынау. Келдім жаққа қойдым. Давай одеяло. Сосын мына сандықтың ішіндегі бірақ шуақтың киімі. Жасау киімдері. Жасау киімдері. Ал мынаның астындағы мынау пингүй. Кір жуғыш машина. Жоқ. Кір жуғыш машина. Сондай мынаны сары коробкадағы түсіміз қалды. Мынаның жанында тұрған, мынаның жанында тұрған. Айна жоқ дейсіздер ме? Жоғаны кірмес деп жерде. Жебестегі жерде қалмаса енді ана жоғын. Анау емес қана қыздар. Ана ләйдеға жеткен жоқ қой. Ашып берем ба? Сумақты да алып кетіңіз. Аттар оқып берсең болды. Аттар оқып бересіңдер, ашып бересіңдер. Аттарын оқып берейік. Оқып береміз соны өзіне. Сен неме етпеші? Сен көтерме. Жоқ, ана кіріп жаңа қойып жүрген кіз жүттің. Енді ана екеуің ашыңдар, екеуің ашыңдар. Мынау мейрам құдалық. Мейрам құда мен қызылқұл құдағиға отқа салған шуақтың кілемі. Осы үйге қойсам. Өзіне беріп одан кейін өзіне бермейсің бара. Осы жерге қойсам. Қабден құдағы. Апасының қажы апыны. Отқа салғаны. Қажапасын көйін білемей. Көрсеңші қажапасын білемей. Мынау бірден құда емес, қабден құдағидің шуақтың отқа салғаны. Сәуле Сәуле жеңгеміз киітін алып жатыр. Құмбауын артынан беремей. Жеңіс құдаға дейді. Жеңіс құда. Ал. Мен кітімді алайсың. Қызықсың. Киітіңізді алыңыз. Майраш. Алдасына кетпейді. Еркін құданы кім? Сіздер күні шуақтың отқа салғаны. Қамиш. Ернің күшін қанмен. Сайттай қалды.
Ulan Құдаға дейді. Ені ұлан жоқ би айтқаса бар. Олар же құда екесің ғой. Бірінші қадам бұл. Ұмытқан Құдаға. Сәуле. Рахмет. Ортауымыз бай болсын, бақытты болсын, қасындағы болсын, ұрпақты болсын. Келе ғой чуақ деп кері, артаң бата берем дейді. Қояның намаз ашып кет. Міне, бабыртам жеп тұрғанбыз. Ал енді Құдағидан рахмет сіздерге. Көп рахмет айтамыз. Енді толқып көзіме жас келіп. Өйткені Қызылгүл болса, бұдан да қызғынды болар еді. Қызылгүл мен Мейран екеу болса. Бірақ енді оның өгейді жатқан жоқ, міне Қызылгүлдің абысын, қайнысы тұр. Басқа көмекші туысқандар бар. Солардың арқасында енді той өтіп жатыр. Аллаға шүкір жүріп, сіздерге көп рахмет, рахметтен басқа айтарымыз жоқ. Және қондырдыңыздар. Сіздерге көп рахмет айтамыз. Қызылгүлдің Мейрам жоқ болғанымен Мейрамның орнында тұр. Қызылгүлдің орнында Сәуле тұр. Әкесі десе кіші әкесі тұр. Апасы десе кіші апасы тұр. Әне бір апасы тұр. Ана жақта бір атасы тұр. Апа көп. Сіздерге көп рахмет айтамыз. Рахметтен басқа айтарымыз жоқ. Ол екеуінің жоғын білдіріп жатқан жоқ. Өздерін қосып, балаларын әкеп қызылға толтырып, бәріміздің қуанышқа бөліп жатыр. Рахмет сіздерге. Көп рахмет. Енді Қызылгүл мен Мейрам бір аман есен Екі бала бақытты болсын, шаңырақ биік болсын, өзің құрбының алды болып, шуағым шуақты болып, барлық осы әулеттің алдында шуағымыз шығып келе жатқанымыз күніміз болып, алдымызда шуақ болып. Жаныңыз келсін. Кәдесіз қыз болмайды дейді енді. Азын аулақ болса да көп ренжімейді. Ренжімейді. Екі баламыз бақытты болса, баянды болса. Білген кісілерге жасатып, білмей қалған, танымай қалған кісілер болса ренжімесін. Тас түскен жерін ауырды, осы әулетке бақытты болса болды. Екі баламыз аман жүрсе болды. Жасауларыңыз жақсы, бес екен, ғайбатты, күшті. Екінің біріне мұнда келе бермейді. Жақсы болды, бақытты болсын екі балалар. Басқа не айтамыз енді. Жасаударыңызбен әке әлпештеп өсірген балаларыңызды әке барын жасау жағдығыменен әкеп жатқандарыңызға мыңда бір алғыс. Бай болсын, бақытты болсын, аман болсын, ұрпақты болсын, тілектіміз осы. Жасаударыңыз бес екен, разымыз. Он болды. Шуақтан ана келе ғой. Жамбыл бар ма жанымда күлейді? Келе ғой. Мына жаққа. Не, жайпай. Айналып жүремін. Оңдасын, оңдауына бастасын, қыдырын қиядасың. Осыға тұрғызбай беріп тұр. Жетпейтін ырыс берсін, кең бейіл берсін, байдың дәулетін берсін, қарасардың берекетін берсін. Оң жаған қарасаң алтынан дінге көрінасың, сол жаған қарасаң күмістен дінге көрінасың. Үйің құтты берекелі болсын, қондырған құсын мәңгі бақилы
берекелі болып екеуің бір жастықта қартаюды Алла нәсіп қылсын. Тілек дұғаларыңды Алла қабыл қылсын. Осы жамағаттың тілек дұғалары қабыл болсын. Баршаларыңызға мына құдағидарға бәріңізге де көп сәлем. Рахмет сіздерге де. Алхамдулиллахи роббил аламин. Екі балам бақытты болсын. Алхамдулилlah.